керегін бәрі жетімсен бейді. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Тау дегенің ана туған даратылғам. Тауға барып көкке ұшып кетсем бекен, ұстап алып қыранның қанатынан. Деп Мұқағали, Алатау деп Нұрғиса бекер ән жазбаса керек. Табиғатқа қарап шабыт алған ерекше жандардан қайталанбас туындылар дүниеге келіпті. Осыдан бірнеше жыл бұрын Алматыға студент болып келген кезде ішкі туризмнің төменділігі соншалық біз Бау, Шарын, Шымбұлақ сияқты жерлердің бар екенін, қолжетімді екенін білмеппіз. Қазіргі таңда Инстаграмнан, жұрттың публикацияларынан көріп біліп жатырмыз. Бірақ әлі де білмейтіндер өте көп. Алдыңғы екі видеодағыдай, бұл видеода Шымбұлаққа қалай баруға болады, қанша ақша кетеді, сол жайында айтамын. Әдеттегідей видеоның жанры бойынша видео интродан бастаймыз. Кеттік. Just like the rain outside, your body's sweating, dripping wet, and I just can't control myself, no baby. Be my obsession, my possession, baby. I got fine selection, this must be your lucky day, baby. I wanna jack it, smack it, you know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it, I give you everything you want. Howling out your name, blood like champagne. You gon' feel the vibes when the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. Видеоның сапасының нашар болуына бірден бір себеп ол біздің кешкі сеансқа баруымыз. Ал кешкі сеансқа баруымыздың себебі ол оның бағасының қолжетімділігі. Небәрі 5525 теңге. Жалпы Шымбұлақтағы сеанстар екеу, күндізгі және кешкі, сәйкесінше бағалары да екі түрлі. Шымбұлақ келемдеушілерге 3 түрлі тариф ұсынады. 11 жасқа дейінгі балалар үшін, 11 жастан 24 жасқа дейінгі жастар үшін және үлкендерге арналған ересектер тарифі. Ал демалыс күндері бұл бағалар өзгеріске ұшырайды. Тағы айта кететін жайт, түнгі сеанс тек қана сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері ғана жұмыс жасайды. Ал жұмыс уақыттары келесідей. Шымбұлақтың тарифтерін ТМД елдеріндегі алдыңғы қатарлы таулы демалыс орындарымен салыстырғанда вроде нормально. Мысалға, Сочидегі Роза Хуторда шамамен 17 000 теңге болса, Айырғалпақ қырғыздардың Қаракөлі 6 000. Как Василек деревня, как это? Роза Хутор. Да, там был. Классно там вообще. Шымбұлақпен разобрались. Енді кейінгі жекке келсек. Қажетті жабдықтарды қаладан алған абзал. Көріп отырған нәрселердің барлығын біз не бәрі 4,5 мың теңгеге алдық. OLX-ті ашып аренда сноуборд десеңіз болған. Скипас деп аталатын карточка сізге Шымбада әрі-бері канатты жолмен қозғалуға мүмкіндік береді. Сол себепті әрдайым жаныңызда ұстаңыз. Everything's gonna be alright. Go and raise your glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Алайкум. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Бүгінгі видеоның бас демеушісі физика ғылымдарының докторы Жұмағұлов Сұлтанбек Қазбекұлы мынадай экшн камерасын бере тұрды. Шымбұлақты түсіріп қайтуға көп рахмет. Сіздер де бұл видеокамераны Сұлтанбектен ала аласыздар. Бар болғаны от Шуа до NGS деген промокодты Сұлтанбектің инстаграмына жазып жіберсеңіздер болғаны. Осымен біздің видео тамам. Сіздермен болған Жандар шоу екен. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Арнаға жазылып қойыңыздар.